Ассаламу достар, бұл видео обзорда биткоин, алтын, фондовый рынок психологиясы, абсолютно бүкіл нәрсені фундаментальный және технический жағынан талдап өттім. Бұл видео обзорды көрмес бұрын міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, лайк басыңыз, кері байланысыңызды қалдырыңыз бұл видео жайлы. Және де достарыңызбен, танысыңызбен, туысыңызбен бәрімен жіберсеңіз болады, который осы нарықтарға қызығатын. Видео обзор инсайттарға өте толы, қызықты шықты. Сол себепті 2 мәрте қарауға кеңес беремін. Ең алдымен өткенде болған пролив жайлы айтқым келеді. Уже бүкіл әлем естіген шығар, 20 миллиард долларға адамдар ликвидация алды. Кейбіреулері риск менеджмент сақтамағаннан, ал кейбіреулері болса каким-то образом ликвидация алды биржаның кесірінен. Ол қалай болды? Давайте мен сначала осы ситуацияны сіздерге түсіндіргім келеді. Кімге қызық, солар түсінеді деп ойлаймын. Жалпы білесіздер, менің соңғы стримімде айтып ескерткен едім сіздерге AMD жайлы, бірақ ол кезде осы моментте болды ол. Бізде сосын кішігірім коррекция болды, и обратно исторический максимумды жаңартқан еді, мұнда байқаудамыз. Но $130 дейін жетпей қалды. Бізде обратно құлап қалды нарық. Осы кезде резко моментально құлады. Именно осы моментте Дональд Трамп сөйлеген еді. Яғни Қытайға 100%-дық немесе 200%-дық пошлина қоямын деп. Есімде емес уже. Ол пятница күні түнде болды. Яғни суббота таңғы сағат 2 дейміз, немесе пятница түнгі сағат 2. Сол кезде Дональд Трамп сөйлеген еді. И биткоинның өзі примерно бір 18-19%-ке дейін құлады, 15%-ке дейін құлапты. Альткоиндар болса 50-60%-ға дейін құлағандар бар, кейбіреулері 70%-ға дейін құлады. Айта берсек, сұмдық жағдай болды, Енді бұл ситуация немен байланысты? Менде бір ғана обоснование бар. Ол жалпы криптовалюта нарығындағы көптеген проекттер бар, және олардың командасы, и бұл жерде биржаның взаимодействиесі бар. Биржа және крипто проекттердің командасы бірге отырып, осындай манипуляция жасады. Ешкім күтпеген. Неге ешкім күтпеген? Действительно, ешкім бұндай пролив болатын білген жоқ. Көптеген адамдар кросс-маржада отырды, 2-3 плечомен, и жаңағы өздерінің позициясын плюспен ұстап отқан еді. Бірақ жаңағыдай события орын алғаннан кейін барлығы ликвидация алды. Тіпті стоп-лосс қойған адамдардың өздерінде ликвидация болды. Себебі биржада стоп-лосс слишком ең төменгі бағадан алды. Яғни цена маркировкидің орнына последняя цена көбісінде стоп-лосс реагировать етті. Тіпті хеджированиемен айналысатын адамдарды ликвидация алды. Енді бұл ситуацияда мен жаңа айтып өткендей, биржалар мен крипто проекттердің командасы зачастую кінәлі. Даже 80%-ке деп айтсам болады. Себебі олар алдын ала келісті, ұйымдастырды, биржада олар ликвидностьті азайтты. Неге кейбір альткоиндар 60-70%-ға 10 минут ішінде құлады? Себебі биржадан олар ликвидностьті алып тастай тұрды уақытша. Түсініп тұрсыздар ма? Уақытша ликвидностьті алды. Команданың, проекттің командалары келді, биржаға ақшасын жіберді. И өте үлкен объемда монетасын бір моментте сатты. И өздері параллельно, скорее всего, шорт ашып отырды. Яғни дайын отырды. Солай өздері ақша тапты. И биржа ақша тапты. Қаншама адамдар өкінішке орай стоп-лосс алды, ликвидация алды, депозитін жоғалтқандар болды. Хорошо, что мен ол кезде түнде ұйықтадым, бірақ біздің ботымыз бар, білесіздер, шортқа сигнал берген еді. Публично сол күні биткоин құламай тұрып, ол кезде $21,000 тұрған еді, Міне осы кезде де тұрған еді. Оның алдыңғы күні де сигнал берді шортқа. Оны біз алып кеттік, ал именно сол рынок қатты құлайтын кезде біз без убытокпен жауып тастадық, потому что жаңалық шығады деген едік, Енді жарайды, ол ситуацияны қазбалағым келмейді. Фомалатып сіздерді, өкінішке орай ликвидация алғандар болса, енді ондай ситуациялар болып тұрады. Түсінем сіздерді. Осындай кезде моральный поддержка керек. Мен айтқым келеді сіздерге тек қана бір нәрсе, ол ақшамызды, достар, максималды түрде диверсификация жасауымыз керек. Яғни бір ғана биржада емес, бірнеше биржада ақша сақтауымыз керек. Это, во-первых. Во-вторых, риск менеджмент пен торговый стратегияны всегда ұстану керек біз. Ол нәрсесіз кредит етіп мүлден естойды. Мен всегда ол нәрсені бүкіл жерде айтамын. Оқушыларыма, сіздерге де, публично, сторис, абсолютно бүкіл жерде сіздерге қайталап айтып келудемін. Окей, бұл моменттер түсінікті деп ойлаймын. Сондай пролив болды. Схема манипуляциясы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мен айтып өткендей,
Енді бізде нарықта не көрудеміз? Соңғы стримде қайталап өтемін. Соңғы стримде деп сіздерге көрсеткен едім. Менде осындай үлкен параллельный каналдың ішінде бізде биткоин движение жасауда, бізде осындай ключевой уровень поддержка бар деп, бізде осы ключевой уровень поддержканы алды да, и сразу же откуп жасады. Міне қарап көрейік. Міне осы жерден, так, міне, допустим, осы жерден откуп жасады, плюс 10%-ке сразу же 15 минуттың ішінде, если не ошибаюсь. Бізде осы ключевой уровень поддержка бар в будущем. Яғни келе жатқан апталарда, айларда бізде осылайдан келіп тест жасаса және төменге қарай прокол жасаса, а еще хуже закрепление жасаса төменге қарай, онда бізде, скорее всего, кішігірім біраз коррекция болуы мүмкін нарықта. Яғни бізде үлкен распределение болуы мүмкін деп айтқым келеді. Негізі бұл ситуация бізде ожидаемо болды деп айтсам да болады, бірақ сіздер сенбейсіздер, ойбай қалай ол ожидаемо болды деп. Мен оқушыларыма 18 август күні осындай график жібердім. Давайте мен сіздерге оны тоже бөлісейін, егер табатын болсам. Қазір асықпай отырып көрсететін болам, бөлісетін болам. Так, дата бізде 18 август болды ол, айтып өткенімдей. Давайте 18 августке кетейік. И міне. Так, мынаны сохранить етеміз. Қазір 1 минут. И міне. Мен оқушыларыма осындай жіберген едім, яғни комьюнитиге. Битокта медвежка жақындап жатыр деп. Ол кезде айтып өткенде август болды, және биткойнның бағасы $115,000 болды. И осындай бізде үлкен банан дегенде енді 90 градустық рост болып жатқан еді. Міне, осы айда болды. Міне көріп тұрмыз, енді басталып жатқан еді. И бізде қазір ол 90 градус росттан шығып кетті. Запомните, достар, жаттап аламыз, ешқандай график 90 градуспен рост жасамайды. Ол либо жақын арада консолидацияға кетеді, например, қазіргі ситуацияны қарайтын болсақ, осыдан консолидацияға кетеді. Либо же ол разворот алады. Ну, с большой вероятностью трендке байланысты ол консолидацияға кетеді. Қазір бізде үлкен аккумуляция болуда байқаудамыз. Осы жерден сразу мен айтып өте салайын жалғастырып. Енді төменге қарай бізде манипуляция болуы мүмкін, білмеймін енді. С большой вероятностью кішігірім не болып тұр бізде, осы төменге қарай манипуляция жасау мүмкін. Давайте мен қазір цветінде өзгертіп тастайын. Міне мынау бізде аккумуляция болды деп есептейік, допустим. Бұны біз прям синий цвет қылып тастайық. И енді Алла қаласа бізде расширение болып, уже, 130 мың демеймін енді, осы жолы уже, допустим, $140,000 дейін өсу вероятность бар деп айтқым келеді. Сіздер айтасыздар, қалай ол 97 мың, 98 мың, $100,000 дейін коррекция алып, и обратно ол $140,000 өседі деп сіздерде сұрақ пайда болуы мүмкін. Но прикиньте, достар, олайда тоже возможно екен. Қаншалықты ұзақ манипуляция болатыны белгісіз, тіпті қаншалықты глубоко манипуляция болатыны белгісіз, возможно, одан қысқа болады, возможно, осы жерге дейін болады, но білесіздер, тоже мен алдыңғы видео обзорда және стримде Инстаграмда сторис форматта сіздерге айтып өткен едім, бізде осындай покупательский зонаны тексеретін бір не бар деп, блок бар деп айтып өткен едім, ол бізде $105,000-дан как раз осы $98,000 дейін. Осының ішіне қарай бұйырса тест жасағаннан кейін көреміз не боларын. Возможно, бізде осылайдан келеді, осылайдан келеді, и резко осылай откуп болады, и дальше осылайдан кетеді. Но цель, Алла қаласа, $130,000-дан жоғары баруы. Мен оған глубоко сенемін, бұйырса. Это вполне реалистичный цель, вполне реализуема. Бұл менің бұйырса алдағы уақытта күтетін нәрсем. Пока что жасырып тастаймын, бұйырса сіздерге көрсететін болам. Осы тикер мен биткойнның таймфреймін жаттап алыңыздар. Енді эфирумға келетін болсақ ше. Эфирум бізде любимчик, білесіздер. Тоже соңғы стримде айтып өткен едім, бізде пока что аккумуляция деп, қазір де аккумуляцияда екен байқаудамыз. Өткендегі сливте бізде $3,400 дейін бір ғана құлады сразу же. $4,300-дан, ол бізде суммарда 20%, если не ошибаюсь, 21% екен, То же самое деп айта алар едім, Но пока что бізде көреміз. Осыны бізде ключевой уровень поддержки бар. До этого айтып өткендей $4,000 деген, қазір бізде оны бірнеше рет тест жасауда, егер бізде
Ну, уже прокол болып қойды, төмен закрепление болды, скорее всего, бізде чуть-чуть тағы да ниже кетеді. Осы жолы көреміз, қандай покупательский способностьті тексеретінімізді. Либо же осы жердегі покупательский способностьті тексереміз. Ол бізде $3700-дан $3500-ға дейін. Ну, енді мына минимумды вряд ли обновить етеміз. Даже оған жетпей кетіп қалуымыз мүмкін. Даже біз оның жартысын ғана заполнять етіп кетіп қалуымыз мүмкін. Яғни ол бізде $3800. Енді оны алдағы уақытта күтеміз. Көреміз. Ну, ситуация биткоинға ұқсайды. Схожи, бізде мына жақта, допустим, аналогично. Бұл жерде бізде аналогично манипуляция, аккумуляция және де расширение десек, ну, допустим, сразу же расширение жасалайын, осылайынан қарай. Так, мынау бізде, допустим, аккумуляция болды деп есептейтін болсақ, то же самое. Допустим, бізде төменге қарай манипуляция болса, допустим, ну, где-то осылайынан қарай, оны уже алдағы уақытта болашақта көре жатармыз. И дальше бізде обратно расширение болады, ала қаласа. Цель уже $5500, дальше выше кете береді. Ну, көреміз енді бұйырса қандай болар. Но пока что график больше всего осыған ұқсап тұр. Окей, мен бұл нәрсені тоже жасыра салам. Сіздерге сақтап, бұйырса келесі стрим, келесі видео обзорда осыны талқылайтын боламыз. Мен сіздерге ескертем деп те айтатын болам бұйырса. Енді жалпы криптовалюта нарығының капитализациясын бір талдап өткім келеді. Ода не күтуге болады, не болуда дегенде. Жалпы криптовалюта нарығының капитализациясы тоже бір құлады, $3,7 триллион дейін. Қазір бізде, если не ошибаюсь, обратно $3,9 триллион, либо же $3,85 триллион. Цель баяғыдай $5 триллион жетеді деген менде әлі де сенім бар, Алла қаласа жетеді деген ойдамын. И ол нәрсе вполне реализуемо деп ойлаймын, Алла қаласа, көреміз не боларын. Так, бізде қайтадан осылайынан загрузка кетіп қалады постоянно, почему-то именно осы капитализациясын ашатын кезде. Допустим, мен қазір страницаны обновить етейін. Или давайте биткоин доминациясын ашайын. Не, даже так болмай жатыр. Хорошо, қазір күтеміз. Биткоин доминациясы тоже өте қызықты ситуация орын алуда. Біз әлі жалпы криптовалюта нарығының капитализациясын және альткоиндардың капитализациясын бір талдағаннан кейін барып, биткоинның доминациясын талдайтын боламыз. И дальше уже фондовый рынокпен алтынға қарай көшеміз, Алла қаласа. Пока что менде чуть-чуть осылайдан трейдинг вьюм қуып жатыр, но это нормально. Постоянно осылай видео обзор жасаған кезде менде трейдинг вьюм қуып қалады. Так. Давайте былай жасайық. Пока что мен S&P 500-ді ашып, фондовый рынок жайлы талқылап өтейін. Фондовый рынокқа келетін болсақ, бізде не орын алды? Соңғы видео обзорында фондовый рынок бойынша бізде айтқан едім, осындай гэп бар, осы жердегі гэпті жапқаннан кейін барып, откупке байланысты көреміз деп. Если гэпті жауып, одан выше закрепление жасаса, дальше кетеді деп айтқан едім. И действительно сондай болды. Одан бөлек мен обратно осы $6100 дейін өсуін де айтқан едім оқушыларыма да, былай да. Ол жерде бізде айлық таймфрейм болды, И действительно солай болуда. Покупательский способность бізде действительно өте жақсы, фондовый рынокта ликвидность келуде, но непонятно, қайдан келіп жатқаны, вроде бы ДКП Американың несі макроэкономикасын қарайтын болсақ, және де тағы басқа да көптеген данныйларға келіп тоқталатын болсақ, вроде бы ликвидность бізде өте аз. Қайдан келіп жатқаны непонятно, но с другой стороны, сұрақ пайда болады. Қайдан акция нарығы өсуде деген? Ну, действительно сондай сұрақ пайда болады. Исторический максимумды жаңартып жатыр. Вроде бүкіл әлемде кризис келіп жатқан секілді көрінеді, но мына жақта болса, почему-то акция нарығы өсуде. Оған бізде бірнеше себеп бар. Во-первых, бізде мына жақта аккумуляция болуы. Мына жерде бізде медвежий рынок болған кезде көп акциялар 70%-тей құнын жоғалтты. Оның ішінде Tesla, Netflix, тағы да басқа да акцияларды перечислить етуге болады. Крупные. Ол кезде әлі Nvidia $400-300 миллиард капитализацияда еді. Әлі $4 триллион жетпеді. Сосын барып осы циклда уже $4 триллионға жетуде. Негізі акция нарығы
баяғыдай 4 жылдық циклдай емес. Ол постоянно бір какой-то өзіндік ростын, өзіндік движениесін жасауда. Ол жерде өте көптеген негізі моменттер бар айтатын болсам, өте көп, честно айтатын болсам, былай бір нақты нәрсені айтуға келмейді. Ол жерде бізде акциялардың показательдері, табыстар өсуде көптеген компаниялардың, мысалы Nvidia-ны білесіздер, қандай схема мутить етіп жатқанын, одан бөлек тағы да басқа көптеген компаниялар қазіргі ситуацияларды, нарықтағы бүкіл әлемдегі геополитикалық деңгейдегі ситуацияларды өзінің пользасына қолдануда. И поэтому мында талқылайтын особо ешнәрсе көріп тұрған жоқпын. Особенно бұл әлемдік неге байланысты, экономикаға байланысты. Мысалы Американың қарызы көбеюде, доллар құнын жоғалтуда. И конечно же адамдар көріп тұр доллардың құны жоғалып жатқанын, Америкада кризис болып жатқанын, сол айтатын болсақ, И олар, конечно же, акцияға инвестиция жасауды дұрыс шешім деп қабылдайды. И одан бөлек алтын да бар, біз оған әлі тоқталамыз. Сол себепті бізде акция өсуде. Енді баяғыдай 4 жылдық цикл жоқ деп айтсам болады смело. Потому что 2009-2010-ға дейін бізде акция нарығында негізі 4 жылдық цикл болған. Потом бізде ондай 4 жылдық цикл жоқ болып кетті. Байқасаңыздар, сплошной рост почти что, кішігірім бізде передышкамен. Кстати, мында 2016, 2018-де кішігірім бізде коррекция и резкий, 2022, ну где-то, скорее всего, 2027-ге дейін, возможно, бізде әлі рост тоқтамай жалғасады. Яғни, медвежий рынок деген бізде 8-9 жылда бір рет келу мүмкін акция нарығына. До этого только бычий рост деп айта алмаймын. Ол енді определенные акцияларға да байланысты, Но пока что сол нәрсеге ұқсас келуде. И менің бір байқағаным заңдылық. Биткоин бізде 2009 жылы 3 январда шықты, білесіздер. Сол кезден бастап акцияда баяғыдай цикл деген жоқ болып кетті. Білесіздер ме, сондай баяғыдай цикл деген жоқ болып кетті. Мына жерде бізде как раз биткоин шықты. И дальше сплошной рост. Мына жерде база жоқ енді, бізде коронавирустың несі шықты. Кішігірім дамп, манипуляция, мына жерде то же самый кішігірім манипуляция болды. Окей, а мына жерде бізде, медвежий рынок деп те айтсақ болады. Аккумуляция болды. И все, прикиньте, дальше сплошной рост. И менің ойымша биткоин біраз әсер етті рынокқа деп ойлаймын. Опа, наконец-то ашылды капитализациясы крипторынықтың. Қазір 3,7 триллион доллар екен. Тоже кішігірім коррекция алуы мүмкін, но бізде әлі все еще бычий несін жалғастыруда. Өзінің бычий настроен жалғастыруда. Скорее всего, мен мынау ұзын тренд линиясын бесконечный болып тұрған. Тоже стримде сыздым, есімде емес. Но бізде оны пробой жасапты. Алла қаласа все еще 5 триллион долларды күтетін болам. Бұл жерде тоже бізде аккумуляция болған. Мында байқайтын болсақ, қаншама ай бойы июльден бері, яғни уже 6 ай болуда. Енді бізде манипуляция болса кішігірім мына жерде, и дальше бізде расширение болу керек. То же самый тотал 2-ге келетін болсақ та, ол жерге тоқталып қажет емес. Енді биткоин доминациясына тоқталып өтейік. Трейдинг вью нормально істеп тұрған кезде бізде доминация резко өсіп қайтты 63-45%-ке. Бұл не деген сөз? Не білдіреді? Маған негізі мына свечаның сызылғаны ұнамай тұр, потому что осындай свеча бізде откупты көрсетіп тұр, и тем более бұл свечаның бізде қызыл емес, жасыл болып жануы еще хуже болып тұр. Обратно осындай откуп болуы мүмкін, хотя бы чуть-чуть 0,5-ке дейін барып, жартысына дейін. Но надеюсь, ондай болмайды. Баяғыда бізде ондай ситуация орын алған, яғни осындай ситуация орын алған. Ол 2000 осы кезде болған міне. 2020 жылы міне резкий вынос болды, шорт сквиз. Потом и обратно құлады міне. Хоп-хоп-хоп-хоп құлады. Көрдіңіздер деп ойлаймын, көріп тұрсыздар. Надеюсь, сондай ситуация орын алады. Негізі барлығы по плану кетіп жатқан. Бізде кішігірім құлап жатқаннан кейін бар коррекция болуында, яғни кішігірім рост жасап қойып. Енді дальше бізде самое главное құлап кетсе екен, осы минимумда обновить етіп оп-оңай. И дальше осылай по плану кетсе, вообще шикарно болушы еді, Алла қаласа.
Но пока что маған осы жирный откуп свечасы ұнамай тұр. И тем более оның именно жасыл свеча болуы вообще ұнамай тұр, честно айтайын. Потому что обычно осы жасыл осындай болса, көлеңкесі, оны аздап заполнять етеді. Не полностью, а аздап именно. Хотя осылайынан болсын заполнять етіп қойдады. Маған ол нәрсе ұнап тұрған жоқ. И ондай нәрсе болғаны мен қаламаймын, честно айтқан кезде. Но пока что дневной таймфреймге өтетін болсақ, онда бізде осындай не болуда. Тренд келе жатыр, и скорее всего жақын арада осыны бізде төменге қарай кетеді. Как будто бы, надеюсь, сол нәрсе орын алады. И 3 күндік таймфреймге келетін болсақ, бізде алдыңғы 3 күндік таймфреймде, міне осы жерде төменге қарай вынос болған и откуп болған кішігірім. Тоже жасыл свеча болып сызылған, значит, бұл жерде бізде покупательский, продавецтердің способности жоғары деген сөз. Енді жақын арада не күтуге болады конкретно мен сіздерге айта алмаймын. Бізде 2 сценарий бар, исходный, с текущих коррекция ала беруі, либо же чуть-чуть откуп болуы. Скорее всего, биткоин бойынша сіздерге планмен бөліскен едім, бізде рост жасау мүмкін деп, то есть манипуляция жасау мүмкін перед тем, как расширение жасап $140 дейін өскенше. Сол манипуляция кезінде бізде кішігірім биткоин доминациясы да өсіп қайтуы мүмкін. Это вполне реализуемый нәрсе, поэтому, скорее всего, осы ситуация орын алуы мүмкін, достар. Енді көреміз, Алла қаласа не болар, но честно айтайын, бұл нәрсе болғанын қаламас едім. Окей, акция бойынша сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді конкретно каждый акцияға тоқталғым келмейді, но қазір бізде қарап көрейік, графикті общий картина не болуда, Бізде Apple как будто пробой жасайтын секілді, кішігірім дайындалып жатыр. Лонговый поджатие жасап, Теслаға келетін болсақ, то же самое бізде лонговый поджатие жасауда. Бізде еще мына жерде жақсы лонговый поджатие болып выстрел жасапты. Netflixке келетін болсақ, бізде чуть-чуть шартовый екен. QQQ бізде постоянный рост. И енді давайте ең басты нәрсе ол алтын. Давайте алтынға өтейік. Неге алтын өсуде? Мен бүгін Reels салған едім. Ол жерде мен айтып өттім, неге алтын бір унциясы $4200 дейін қымбаттап, капитализациясы $29 триллион өскені жайлы мен талқылап өткен болатынмын. Енді мына жерге де бөлек талқылап өткім келеді. Жалпы қазір бүкіл әлемде не болып жатқанын білесіздер, Бізде геополитикалық конфликттер болуда. Шығыс Европа елдерінде және де біздің көрші елдеріміз тоже конфликт болып жатыр, білесіздер. Одан бөлек сондай напряжение кезінде торговый война болып жатыр бізде кішігірім. И, конечно же, ондай хаос, ондай рыноктағы хаос не істейді? Әрине, более безопасный активтерді алуға спровоцировать етеді. Мысалы, ол бізде алтын. Но бізде алтыннан помимо бөлек и акциялар өсуде, и биткоинда исторический максимум жаңартуда. Поэтому алтын жалғыз актив емес, который қазір тоқтамай өсіп отқан, одан бөлек и акция нарығы да бар, биткоин бар. Енді пока что альткоиндер өкінішке орай. Скорее всего, соңынан жасайтын секілді, альтизонмен аяқтап циклды көреміз енді. Так, менде қайтадан график ашпай қалды. Давайте мен онда мына жақтан кысау USD дегенге өте салайын. Осылай дұрыс шешім болады. Бізде мына жерде аккумуляция болды, лонговый поджатиямен келіп, риски выстрел жасады. Қазір бізде рекордный $4238 за унцию болып тұр. Алла қаласа, мен рилсында айтып өткендей, за унцию $5000 күтетін боламын. Возможно, $4600 дейін келеміз. Пока что бізде ешқандай бір сопротивление көріп тұрған жоқпын. Просто в неизвестность кетуде ең басты себебі неде? Мен қазір бір айлық таймфреймді ашатын болсам, бізде үлкен аккумуляция болған. Мені қараңыздар, қаншама уақыт. 4567 күн бойы алтын аккумуляция жасаған. Просто представьте. 4567 күн бойы алтын аккумуляция жасаған. Және ода лонговый поджатие болып келді. Қайта-қайта тест жасады мына уровне 1, 2, 3, 4. Мына жерде уже выше закрепление жасады. Білесіздер, менің логикамды примерно түсінесіздер деп ойлаймын. И памп кетті. Сол кезден бері есептейтін болсақ, допустим, осы кезден бері уже 120%-ке өскен. Яғни 2,5 еседе алтын өсуде екен өз құнымен. Одан бөлек бүкіл әлемдегі ұлттық банктер, особенно Қытайдың және Россияның ұлттық банктері, яғни Центральный банк алтынды жаппай өз қорына жинауда.
Ну, оларда қазір табыс өте жақсы, поэтому дальше біз өсіп жатқан көрудеміз. Алла қаласа $5,000 за унцию әдемі келеді, бірақ то же самый байқасаңыздар, алтын бізде 90 градус рост жасауда. Мен бұны тоже оқушыларым айтқан болатын, менен сұраған еді бір рет. Яғни бұл не деген сөз? 90 градус рост. Ешқандай график 90 градус рост жасап, бесконечно жүре алмайды. Так, мен қазір ыңғайлап алайын. Міне. Олай 90 градус рост, ешқандай график жалғастырып жүре алмайды. Вот смотрите. Не мынау 90 градус рост? Ол либо жақын арада кішігірім бізде коррекция алады, либо же аккумуляцияға қатысады, либо же вообще разворот болуы мүмкін. Но разворот алмайды с большой вероятностью, кажется, потому что бүкіл әлемде әлі де напряжение болуды неше түрлі. Украина, Россия, НАТО, тағы басқа, Қытай, Тайвань дегендей. Поэтому, скорее всего, кішігірім аккумуляцияда болуы мүмкін. Например, осы кездегідей, міне апрельден бастап августке дейін болды, 5 ай бойы, 4 ай бойы. И дальше бізде рост жасап бастаған еді. Ну, примерно бізде сондай аккумуляция болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде то же самое бізде 90 градуста рост келе жатты, и потом бізде аккумуляция қалды. Скорее всего, то же самое аккумуляция болады, и потом рост жалғастыруы әбден мүмкін екен. Оны көреміз енді, Алла қаласа не болатын. Алтын рост сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Технический жағынан да түсіндіріп бердім, фундаментальный жағынан да түсіндіріп бердім, басқа менде объяснение жоқ. Енді алдағы уақытта сіздерге не айтқым келеді? Психология бойынша, криптовалюта нарығы. Держитесь, Алла қаласа барлығы жақсы болады. Уайымдау қажет емес. Неше түрлі адамдар айтып жатыр, ойбай, анау мынау ликвидация, стоп. Адамдар только обратная сторона медали көруде. Мысалы, Қазақстан Республикасы, яғни біздің мемлекетіміздің өзі Қасым Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен BNB сатып алып қойып жатыр уже. Одан бөлек криптовалюта резервін жасауда. Бүкіл әлем әлі криптовалюта резервін жасайтын болады. И соған байланысты альткоиндарда жақсы бурный рост болу керек, Алла қаласа. Помимо этого, бізде жақсы да катализаторлар бар. Мысалы, ETF-тер қабылдануы ең жақсы катализатор болады деп ойлаймын. Институциональ инвесторлар жағынан спрос келтіріп, поэтому рыноктан без убыткімен шығып кету, мен ойымша, глупо. Соншама уақыт күтіп шығып кету, ол глупо болатын секілді. И как будто 50%-ке шығу тоже глупо секілді. Но енді мен принцип в действии емес, достар. Менің только что камерам өшіп қалды, достар, но это нормально. Менің камерам қызып кетті, себебі уже 30 минут болуда видеообзор. Дальше осылай жалғастыра берейін. Ең бастысы шыдау керек, достар, шыдамды болайық. Асықпай, нақты қадамдармен әрекет етейік. Биткоин жалпы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Альткоиндарға да түсінікті деп ойлаймын. Енді капитализация нарығын ашып қажет емес деп ойлаймын. Но сонда да бір қарап өтейік, тотал 2. Міне. Бізде тоже өте жақсы ключевой уровень поддержканы бір тест жасаған еді, яғни $1,25 триллион. И бұйырса осына выстрел жасап 2,4 триллион, $2,5 триллион дейін альткоиндардың капитализациясы әбден өсуі мүмкін. Бізде қазір көріп тұрмыз не екенін, осыны бізде лонговый былайша айтқан кезде лонговый бізде параллельный каналда жүр, поэтому в скором времени көреміз не боларын. Ключевой уровень поддержканы тест жасады. Самое главное, осыдан төмен закрепление жасамаса болды. Ал достар, ендеше сіздерге бұл видео обзорым форматы ұнады деген ойдамын. Алла қаласа келесі видео обзорды күтіңіздер, және де міндетті түрде менің инста парақшама, телеграм каналыма тіркеліп кетіңіздер. Одан бөлек осы видеоға лайк басып, кері байланыс қалдырсаңыздар, қатты қуанамын. Осындай қазақ тілді видео обзорлар көп болсын десеңіздер, аз дұршы бір-бірімізді қолдап кері байланыс қалдырайық.